Так, короче, белгілі болды барлығы. Номерді қалай аламыз, неше теңге тұратыны барлығы анық белгілі болды. Бүгін бірінші күн болғасын, соң қызметкерлерінің өздері шамалы басында потеря болып қалды да. Керек емес очередке тұрдық, білмеймін, бір жарты сағат 40 минутымыз сол жерде кетіп қалды. В общем, былай. Бірінші кімде-кім зеркальный номер алатын болса, 404, 505, 303 деген сияқты, ол 15 МРП тұрады. 15 МРП-ның где-то 65 мың теңге. Ал кімде-кім өзінің жылына сәйкес, допустим, там 0,87, 0,95 или 0,44, бізде, допустим, 4 регион болған себепті, мен 0,44 деген номер алдым. 0,44 атым берік болған себепті 0,44 бер деген номер алдым мен. Ол 43.250 теңге тұрады. Оған ешқандай очередке тұрмайды екенсің, просто келдің, допустим, зеркальный алмайтын болсан, просто жаңағыдай 0,44, 0,91, допустим, 0,95 деген сияқты алатын болсан, келесің, сон приложениесі арқылы очередь аласың сразу. Кім еді жаңағыдай, сон қызметкердің алдына барып отырғаннан кейін, ол номер бос па, бос емес па айтады сіздерге. Допустим, 0,44 бер дегенге бос деді маған, сразу QR-ды берді, Каспиймен төлеп тастадым. Болды, дайын болған кезде смс келеді деді. Срочно төлейтін болсан, 15 мың теңге ма доплата жасайсың, бір күнде дайын болады. Ал егер зеркальный төлейтін болсан, шамалы берсек тау, 404 сияқты, допустим, 0,4 қой, енді бізде 404 шамалы әдемілеу деп таңдайтын болсан, допустим, или 505, или 303 деп таңдайтын болсан, онда бірінші кассаға барып ақшасын төлейсің, 65 мың теңгесін. Сосын барып, қасында окошко бар, 11-ші окошко. Соған барасында заявлениені тапсырасың, кәдімгідей ақбет қағаз алып, заявление жазасың, осындай номерге деп. Сосын соны тапсырасың. Сондай, короче.